Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін таңғы асқа осылай жұмыртқаға сыр, көк пияз, помидор қосып, өте дәмділеп таңғы асымызды ішіп алдық. Ауа райы керемет болып тұр. Үйдің барлық жұмыстарын бітіріп тастап, кешкісін осылай серуендеуге шықтық. Табиғат қандай керемет. Біз тұратын ауылда, қаладан 10 минуттық жерде, бірақ осындай таудың етегінде тұрамыз. Таудың төбесіне дейін үйлер салып тастаған ғой. Өте әдемі көрінеді, бірақ бір жағынан тоже қорқынышты. Дала жап-жасыл болып жатыр, міне одуванчиктар өсіп. Табиғат деген керемет қой, особенно осы көктем уақытысында шөптің түсі, табиғат ерекше болып тұрады ғой. Мына жақтың бәрі бізде бұрын дача болған, елдер слива, өрік отырғызған, солардың көшеттері өздігінен көбейіп кеткен ғой. Қазір оның ешкімнің егесі жоқ, солай тұр. Біз сол жерден көшеттер алып отырғызған болатынбыз. Балалар осылай души серуендеп, демалып, жүгіріп, шаршап, үй жаққа қарай қайттық. Бізде новостройка болғаннан кейін әлі көшемізде асфальт жоқ, жаман-жаман жолдар. Енді уақытысы келгенде біздің де көшемізге асфальт түсер деп жүрміз. Міне осы көшеттер ғой біз отырғызған. Осы біреусін ғана жолдасым кішкене тамырын дұрыс алмапты, тамырын кесіп жіберген екен. Сол ғана кішкене солыңқырап тұр, қалғандары өте жақсы өсіп келе жатыр. Балалар су құйып жатыр. Енді осының түбін реттеу керек. Түптеріне таспен әдемілеп қоршап, бір нәрселер жасау керек. Табиғатқа қарасаң көзің тоймайды болып тұр ғой біз жақта. Сөйтіп менің Қытайдың сайтынан заказ берген бір затым келіпті. Шыдамай соны барып алып келдім. Келді десе бітті, жүгіріп барып алып келем ғой. Машинамен где-то бір 2-3 минуттық жерде бізде карго бар. Сол жерден барып алып келдім. Бұл мен өзіме заказ берген двойкам. Бесінің бағасы где-то 650 теңгедей шықты. Өзі 2300 теңге. Сонда бұл маған былай айтқанда 3000 теңгеге келді ғой. Қазір міне мұжық-мұжық болып тұр. Сіздерге қазір дұрыстап киіп көрсетемін. Материалы таза ХБ емес, енді синтетика аралас екен. Киіп көріп сіздерге айтамын ғой. Міне осындай екен. Айнаның саталына мән бермей қойыңыздар. Балалар күнде сүртеміз, күнде ластап тастайды. Міне осындай двойка екен. Былай жақсы кигенге. Үй жағымызда осындай мороженое ашылған екен. Сонымен балаларды мороженыйға бардық, бірақ өте қымбат екен. Кішкентай рожок 1000 теңгеден, үлкен рожок 1500 теңгеден екен. Біз мороженойды алып алғаннан кейін қанша теңге болды десек, 2 мороженыйға 2500 теңге болды дейді. Сонымен енді амал жоқтан бердік. Жай осылай ойнататыны болмаса, басқа мороженойдан ешқандай айырмашылықтары жоқ. Дәмдері барлығы бірдей екен. Енді балаларға кішкене қызық болды, көңілге сыйладық деп ойлаймын. Сонымен ничего, келесіде обычный мороженое жейсіңдер деп, сонымен үйге қайттық.